Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Неше күннен бері алдарыңызға енді шығып тұрған жайым бар. Шыны керек, телефонға қарайтын шама болған жоқ. Тіпті заказдарымды да жеткізе алатын шамада болған жоқпын. Бұл неден басталды ауру? Мен врачпен сөйлескенде түсіндім. Бұрындары біреу көп уайымдауға болмайды, ауырып қаласың, қатты нервничетпе, жүрекке салма, проблема бар десе, біртүрлі бір сенбейтінмші, ойбай, не болыпты? Ол уайымдағаннан ауырып қаласың деген тәлпіштік қой деп ойлайтын едім енді. Бірақ шын мәнісінде мен бір айдан асты өте қатты бір депрессиядамын. Ақшаны жүрекке алып тұрған жоқпын, себебі мені алдағандар өте көп, ақшаны алып бермей жүргендер көп деген сияқты ғой. Мен өзім қатты кірісіп жатқан жоқпын. Просто сондай бір моменттерден шаршап, бір қатты бір өстіп әркімге бір желініп, энергиям түсіп, қатты шаршап, не бір контентімді дамыта алмай, не бір тапқан ақшама ие бола алмағаннан кейін бәрінен шаршап, мен бір белгілі бір ортаға барғым келіп болғанда эмоция сатып аламын. Сол затта мен күткен зат болмай, сонымен мен қатты бір түрлі бір депрессияға берілемін. Білейін, мен очередной раз ақшамды лоқ болып қалдым ба деген сияқты. Депрессияға беріліп жүрген моменттерде мен ғана шығармын осылай ойлайтын деп жүргенде, менен де басқа сондай ойлайтын адамдар бар екенін көрем, білейін деп басында өзім тежеймін. Одан кейін мен сол мәселе бойынша ақшаны қайтадан сұраған кезімде уже бұрынғыдай сатқанға дейінгі эмоциялар жоқ, ужандай білген істеп ал деген сияқты бейжай қарады. Жаңа жазып атып удалить етіліп кетті, сол үшін арғы әңгімемен жалғаспай қалса кешірім сұраймын. Тағы да басқа ақшаларды, басқа миллиондар жібере алсам да, бұл ақшаны жүректен жібере алмай кеттім. Құладым, білейін деп қатты күйзеліске ұшырап, прям шай тамақ ішпей, бас ауырып болмай кеттім. Енді действительно уайымға салындым. Сол кезінде поддержка берген достарыма өте үлкен рахмет. Бірақ прикол ұстап, жаңағындай сенде ғана проблема ма деген сияқты примерно бір дос-сымақтарым да болды. Енді ол кісілерді өмірден сызуға өзім шешім қабылдадым, потому что мен осындай қатты сынақтарда қараймын. Өзім біреуге күлмеймін, біреуге стараюсь помочь, көмегім тимесе де зиянды тигізбеуге тырысамын, бірақ сондай дос-сымақтардан бәрінен құтылғым келді, жеке өмірімде де тыныш болмады. Сөйтіп мен бәрі қысып кетеді да, общем, мен бір күні жаман ойға кетемін. Сөйтіп денсаулығым кәдімгідей сыр бере бастайды, мән бермеймін. Сөйтіп негізінде мен ауырып тұрсам да, бір нәрсеге желанием болып тұрса, ауырғаныма қарамай қаңғырып кете беремін. Негізінде сондай адамдар бар шығар арамызда, мен де сондаймын. Бірақ бұл жолға ауру мен кәдімде ұшырып түсірді. Тура жаңа жыл болатын күннен 2 күн бұрында скорый шақырдық, олар еш нәрсе істей алмады, енді кетті. Одан кейін тура жаңа жыл болатын күні де скорый шақырдым, бардым. Микроинсульт дегендей болды, бірақ та анализдерді күтуіміз керек еді, оны мен күткім келмеді, потому что басым атылып, аяқ қолым ұйып тұр, система анау бәрін салып жатыр, көмектеспей жатыр, өзімді жаман мен өліп кетейін мынау деп сезініп, галереяма әуелі аманат фото видеолар жазып сөйтіп кеттім. Мен сөзін шыны керек, паническая атака дейма, сондай болып қатты. Енді ойлаңызшы, сен ауырасың, сен себебін білмейсің, сен білмей ақ қой, врач білмей жатыр да, ауыр ғой. Сонымен даже алдында суға барған кезімдегі де стористерді саламаймын. Жалпы статистикам жақсы ғой, енді шүкір, рекламалар қаптайды. Настолько бар ғой, ауырғаным мән бермедім. Заказ қаптап түсіп жатыр. Вообще маған ақша керек болып тұрған жоқ, маған денсаулық керек деп. Өзіме жаман ойлаған ойым жайлы Құдайдан кешірім сұрап, артқа алып, оның барлығын сөйтіп қызымды ойлап, қызымды уайымдап деген сияқты қатты стресстер болды. Енді общем системалардан кішкене бетім бер қарады. Бірақ аяқ қолымның ұйығаны, сенесіздер ма, міне бүгін 5 январь ма, бүгін ғана жіберді. Кешеге дейін слабый болса да ол менде кәдімгідей болып тұрды. Инсульттың белгілері деп бәрі шулап кетті. Мен вообще қатты уайымдадым. Енді бұйыртса ем алып дұрыстап өз-өзімді қолға алмасам, денсаулық деген ойнайтын зат емес екен. Ақ көңіл адамның
андай өкпереніші бітпейді. Неге? Сен бәріне барасың, бәріне көмектесесің, бәріне андай ожиданияда отырмайсың, маған қашан қайтарады деп. Просто именно саған көмек керек кезінде сол адамдар бейжай қараса, мә деп қаласың да, жаман болып қаласың. Вот. В общем, осы жылдың басында, осы өзім ауырып жатқан кезімде біраз затқа көзім жетті, адамдарды өзім списогын миыма тоқыдым, мынау керек емес деген сияқты. Жеке өмірімде мәз емес, например, да. В общем, соның бәрін реттеп, құрсын өзімді, қызымды, инстаграмымды, жұмысымды, бірінші очередь денсаулығымды қолға алайын деп шештім. Мен де сіздерге советім, тек қана өздеріңізді ойлаңыздар. Рас, бастан өтті, өздеріңізді ғана ойлаңыздар, ешкімге жаны ашымасын.